Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату, құрметті жамағат. Аллах тағала біздерді бұл дүниеге жіберіп, Аллах тағаланың алдында салихалы пенде болуға шақырады. Және де өкінішке орай көп адамдар бұл дүниеге келіп өзінің Құдайын ұмытады. Шыныменен Аллах тағала бізді баршамызды жаратқанда, Ал-Мисақ әлемінде біздерден Құдайларыңыз кім деп сұрағанда, біз не деп айттық? Құдайымыз сенсің, Аллах деп. Сөйтіп барып Аллах тағала біздерді не істеді? Бұл дүниеге жіберіп, өз-өздерімізге Құдайымыз кім екенін дәлелдеу үшін жіберіп, былай қарағанда біздің бүкіл былай қарағанда санамызды өшіріп, тексеруге жіберді, сынаққа жіберді. Және де бұл дүниедегі біздің ең бірінші мақсатымыз жаңағы осы дүниеге алданбай, осы дүниенің арқылы Аллах тағаланы қайтадан табу, жаңағы Аллах тағалаға оралу. Және де бұл оралу қай кезекте болады? Аллах тағалаға тәубе еткенде ғана болады. Бірақ өкінішке орай адамның жүрегінің бір дертінің бірі бұл жаңағы тәубе ете алмау. Адам баласы егер де бұл дүниеге берілетін болса, Құдайын ұмытатын болса, күнәларын көп жасайтын болса, онда тәубе етуге оған өте қиын болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, адам баласы бір күнә жасау арқылы жүрегіне бір қара дақ басылады. Сөйтіп барып тағы да жасау арқылы күнә жасау, тағы да қара дақ пайда болады. Сөйтіп барып әрбір күнә арқылы жүрегі толық қараяды. Жүрегі толық қарайғаннан кейін Аллах тағаланың былай қарағанда әмірі, Аллах тағаланың нұры оның жүрегіне өтпейді. Сөйтіп барып әлемдегі көрініп жатқан барша Аллах тағаланың дағуаты, барша Аллах тағаланың есімін айтып жатқан нышандары ақиқаты адамға көрінбей, сөйтіп барып бұл адам ешқашан тәубе ете алмайды. Сынақ жібергенде адам сол кезде ғана ойлана бастайды. Қиыншылық келген кезде ғана ойлана бастайды. Осы кезде Аллах тағала өзінің пендесін тәубеге келтіргісі келеді. Сол себептен Аллах тағала Құранда біздерге айтады: «Ватубу илаллахи жамиан, я айюхал муъминун, лааллакум туфлихун». Не дейді? Барлықтарыңыз Аллах тағалаға тәубе етіңіздер, ей мүминдер. Сол кезде ғана сендер шынайы бақытқа кеңелесіңдер дейді. Міне, тәубе ету негізінде адамды бақытқа кеңелтіреді. Тәубе ету Аллах тағалаға қайтадан не істейді? Адамды оралтқызады. Сол кезде адам баласының өмірі шынайы мән мағынасы пайда болады. Мақсат мұраты пайда болады. Көп адамдардың өкінішке орай бұл дүниедегі сандалып жүргені жаңағы бақыт таба алмауы, өзінің құдайларына келе алмауынан өкінішке орай. Сөйтіп барып адам баласы Аллаға келмегендіктен, тәубе етпегендіктен, бұл әлемнің ақиқатын түсінбегендіктен бақытсыз өмір сүреді. Аллах тағаланы алыстайды, күнәға батады. Ал енді біліңіздер, күнә ешқашан адамға бақыт нәсіп етпейді. Ешқашан күнә адамға бақыт әпермейді. Тек қана бақыт әкелетін нәрсе жаңағы Аллах тағалаға оралу. Аллах тағаланың бұйырғанын орындау, дұрыс өмір сүру, ақиқатты түсіну. Осы кезде ғана адам баласы бақытқа кеңеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: қатесіз адам болмайды. Баршамыз қате етеміз, жасаймыз. Бірақ қателесушілер ең жақсы дейді, тәубе еткендер дейді. Сол себептен қайсы бір адам дейді, тәубе ететін болса, Аллах тағала барша күнәларын кешіреді. Неліктен кешіреді? Өйткені бұл адам өзінің былай қарағанда өмірдегі мақсатын орындайды. Өйткені тәубе еткенде Аллаға қайтады. Қайтқанда жаңағы Ал-Мисақта айтқан, Аллах тағалаға айтқан уәдесінде тұрғандай болады. Сол себептен Аллах тағала оған не істейді? Разы болып, өмірін жақсартып, жолын ашып дегендей, бақытты ғұмыр кешуге нәсіп етеді. Я, қателескен кезде қайтадан Аллах тағалаға орала білу керекпіз. Бірақ шайтан ауызубилах не істейді? Шайтан ауызубилах адамның ақиқат жолында отырып аламын дейді. Оларды тура жолдан тайдырам дейді. Жаңағы адам баласы тура жолға түсті ме, бірақ қайтадан шайтан ауызубилах өзінің үмітін үзбейді, адамды азғырады. Адамды тура жолдан тайдырғысы келеді. Өйткені ол шайтан өзі бақытсыздық жолда. Және де
осы бақытсыздық жолда ол өзі жалғыз жүргісі келмейді. Сөйтіп барып өзімен бірге талай адамды бақытсыздық жолға былай қарағанда тастағысы келеді. Иә, адам тәубеге келеді, бірақ қайтадан күнә жасауы мүмкін, қайтадан шайтанның артынан еріп кетуі мүмкін. Сол кезде де адам ешқашан не істемесін, үміт үзбесін. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Адам баласының тәубесін Аллах тағала мына көкірегінде жаны болған сәтке дейін тәубесін қабыл етеді. Сол кезде адам баласы қайда болсын иесін жиып қайтадан тәубе ететін болса, күнәға батса да, Аллах тағала оның тәубесін қабыл етеді. Тәубесін қабыл етсе, қайтадан оның жолы иншаллах ашылады. Сондықтан үміт үзбеңіздер, осы жүректеріңіздің дертін емдеңіздер. Шайтанның улы садақтары, жебелері болған күнәлардан жүректеріңізді сақтаңыздар. Сол кезде ақиқат ашық болады адамға, ақиқатты көре біледі, өмірдің мақсатын көре біледі, және де өмірі оған жеңіл болады. Және де өйстіп барып, жаңағы пәлекет, жаманшылықтардан да адам баласы тазарады. Өмірі иншаллах жай табады, жаны жай табады. Аллах тағалаға қайтқан күннің өзінде де адам баласы соңғы сәтінде де ешқашан уайымдамай, Аллах тағалаға қайтып бара жатырмын деп, Аллах тағалаға былай қарағанда беріліп тұрып, өмірін жаңағы не істейді? Жанын тапсырады. Өміріне разы болып, Алладан разы болып. Тәубе еткен адамның шынайы соңғы мәселесі, соңғы күйі осындай жағдайда болады. Иншаллах осы дертімізді, жүректегі тәубе ете алмайтын дертімізді емдейік иншаллах. Аллаға баршамыз қайтайық.